Сәлем достар, сіздермен бірге қайта қауышқан мен Мисай Жанкизет және біз Back to School тақырыбын жалғастырып жатырмыз. Бүгінгі видеомыз мектепке қайта оралайық, сұрақ жауап. Яғни бүгінгі видеода менің көрермендерім қойған мектеп туралы сұрақтарға жауап беретін боламын. Және бұл сұрақтар менің мектебім туралы, сабақ туралы болғандықтан сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Бұл видеоны бастамас бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, міндетті түрде тіркел, күтемін. Және де осы видеоға лайк басып кет. Ал ендеше көп сөз бастайық. Сіздер өте көп сұрақтар қойдыңыздар, және де олар бір-бірлерімен ұқсас болғандықтан мен ішінен 10 сұрақты таңдап алдым. Ал ендеше соларға жауап беретін боламын. Алғашқы сұрақ: биыл нешінші классқа көштің? Мен осы жылы 9 классқа көшемін, яғни бұйырса 9 класты оқимын. Көпшілікті қызықтырып жүрген сұрақтың бірі: госэкзамен тапсырасың ба сонда дейді. Әрине де мен енді 9 класты оқитын болғандықтан, бұйырса 9 кластың аяғында әрбір қазақстандық оқушы госэкзамен тапсырады. Сондықтан мен де тапсыратын боламын. Жоғары класс оқушысы болған қандай сезім дейді. Шынымды айтайын, мен өзімді әлі осындай жоғары класс оқушысы деп санамаймын. Мен үшін жоғары класс ол 11-ші, ал қалғанша дейін жоғары класс болып саналмайды. Мен үшін енді әрине де мен өзімді әлі кішкентай бала сезінемін. Сондықтан ондай ерекше сезімде болмайсыз. Сумка немесе рюкзак? Рюкзакты таңдаймын, себебі маған сумкамен жүрген ыңғайсыз. Рюкзакқа менің өте ауыр кітаптарымды салып ұстап жүрген ыңғайлырақ. Сондықтан мен рюкзакты таңдаймын. 9 класста бейнелеу сабағы бола ма? Жоқ, бейнелеу сабағы 7 класста ма? Қашаннан бері болмайды, уже көп уақыт өтті ғой. Жоқ, болмайды. Маған бейнелеу сабағы мүлдем ұнамайды, сондықтан болмағанда күшті. Барлықтарын тағы да қызықтырып жүрген сұрақ: ол 9 класстан кетесің бе, колледжге түсесің бе? Жоқ, мен 9-дан кетпеймін, менде ондай әлі жоспарымда жоқ. Мен 11 бітіріп универге түскім келеді. Сондықтан 9 класстан кетпеймін және де колледжге түспеймін. Классындағы ең жақсы оқушы? Менің классымдағы ең жақсы оқушы ол әрине мен десең, әрине әзілдеп жатырмын. Барлық оқушы жақсы, өйтіп бөліп жармаймын. Классында неше оқушы бар? Менің классымда, таңғалмаңыздар, 31 оқушы, біз көппіз. Сүйікті пәнің қандай? Менің қазіргі таңда сүйікті пәнім жоқ. Барлық пәндерді оқимын, бірақ сондай сүйікті, ерекше деп санайтын пәнім жоқ. Келесі сұрақ: мектептерінде қатаң форма ма дейді. Бізде белгілі бір форма бар, ол клетка мен жилетка, галстук және де юбка. Сол форманы киемін әрқашан, енді сол бойынша ғана киіну керек, ақ блузка сосын. Бірақ әрине де мен қара юбка немесе үстіне ақ түсті блузка, сондай формасы бар адамдарға қызығамын. Себебі ондай форма өте ыңғайлы менің ойымша. Бірақ өзім формамда былай жақсы. Мектепте влогтар түсіретін боласың ба? Егер де сондай қызықты күндер болып жатса, немесе сондай керекше бір мейрамдар болып жатса, мектепте концерттер немесе сол кездерде түсіретін шығармын, немесе күнделікті бір 2-3 күнді көрсетіп. Бұлай мектепте мен влогтарды түсіргенді қатты ұната қоймаймын, себебі ерекше ештеңе болмайды мектепте. Жай ғана сол сабақ өтеді, сабақтан үйге келемін. Оны көру сіздерге меніңше қызық емес, себебі барлық оқушылар дәл солай жасайды. Бірақ егер де қызықты, ерекше күндер болып жатса, онда әрине де сіздерге влогтар түсіретін боламын. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Осындай Back to School тақырыбындағы видеолар одан да көп шықсын десеңіздер, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Міндетті түрде арнама тіркеліңіздер. Инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық қызықтар менің инстаграмда. Сіздермен бірге болған мен Мисай Жанкизет. Сау болыңыздар.